Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге салқын көженің рецептін салатын боламын. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Және де бұл өте дәмді көже және тойымды. Ең алдымен таза суға бір кесе жақсылап жуылған бидайды саламын. Барлық рецепті описание бөліміне анықтап жазып қоятын боламын. Осы бидайды толықтай қайнатамын. Шет жақтарында көбіктері алып тастап, толықтай қайнатып болғаннан кейін үстіне бір қасық тұзды салып, отты өшіріп және суытып қоямын. Салқын көже деп аталғанмен кейбір жерлерде күріш, перловка және жүгері қосып жатады, бірақ мен олай ұнатпаймын, тек бидаймен жасағанды ұнатамын. Енді бөлек ыдысқа қатықты саламын. Қатықты арнайы дүкендерден, осындай сүт сататын жерлерден алсаңыздар болады. Қатықты салып, үстіне 2 ожау сол жаңағы қайнаған суынан құямын. Барлығын жақсылап араластырып, езіп аламын. Негізінде бұл процесті жаңағы дайын болған кастрюльге салып, құйып араластыруға да болады, бірақ ыңғайсыз болады. Міне барлығын араластырып алдым. Енді осы кастрюльдегі ішіндегі бидайдың суына барлығын құйып араластырамын. Міне болды, осымен біздің салқын көжеміз дайын болды. Бұл өте дәмді, кешкі астың орнына осыны ішсеңіздер де болады. Егер сіз окрошканы ұнатпайтын болсаңыз, бұл тағам сізге арналған деп ойлаймын. Сіздер де дайындап көріңіздер, бұл өте дәмді, әсіресе бидаймен дайындап көруге кеңес беремін. Және де әрине өз қалауларыңызша неше түрлі салмалармен қоссаңыздар болады. Яғни ол жүгері, күріш, перловка. Осымен біздің көжеміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.